Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға қазіргі заманға сай мұғалімдерге өте қажетті жасанды интеллектімен таныстырмақшымын. Яғни ол жасанды интеллектке кіру үшін біз кез келген ноутбугымыздағы, телефонымыздағы немесе компьютеріміздегі браузерді қолдануымыз керек. Бізге интернет қажет болады. Яғни браузерге кіреміз, іздеу жолағында quiz Rise деп жазамыз. Одан кейін искать Яндекс, яғни Яндексте іздеу дегенді басамыз. Осы кезде бізге түрлі сілтемелер шығарып береді. Біз екіншісін басамыз. Generate, share, quizzes with AI деген, яғни жасанды интеллект көмегімен тапсырмаларды жасау. Осыған басамыз. Бізге осындай арнайы бет ашылады. Бұл жерде яғни login және get started. Яғни егер сіз тіркелмеген болсаңыз get startке барсаңыз, ал тіркелген болсаңыз логинға басасыз. Мен мысалы логинға басам. Осы жерде егер сіз тіркелмеген болсаңыз, онда register with Google дегенге басасыз. Сіздерде міндетті түрде Google аккаунт болу керек. Яғни мен бірінші аккаунтыммен тіркелген, мен екінші аккаунтыммен тіркеліп көрейін. Яғни екінші аккаунтымды таңдаймын. Осы жерде сіздерде яғни Яндекс болатын болса, продолжить немесе отмена деген сұрайды. Продолжитқа басасыздар. Яғни мынандай өзінің қосымша сұрақтары болады. Яғни сіз мұғалім болсаңыз, мұғалім таңдайсыз, студент болсаңыз, студент таңдайсыз. Ары қарай next. Қандай мақсатты сіз қолданасыз? Яғни ең біріншісі бізге келеді мұғалімдерге create educational materials. Яғни біз білімге қатысты материалдар әзірлейміз. Бұл жерде енді өзінің жаңағы кәсіби деңгейде қолданам десеңіздер upgrade, яғни подписка сатып алсаңыздар болады. Ал енді кішігірім қолданам десеңіздер, онда осының өзі бізге жеткілікті болады. Ары қарай жұмысты бастау үшін біз create new quiz, яғни жаңа квизді жасау дегенді басамыз. Осы жерде бізге түрлі нұсқаларды ұсынады. Мына жерде PDF, яғни сіз алдын ала PDF-те жасалған файлдарыңыз болса, соны салсаңыз болады. Одан кейін егер сізде мәтін болатын болса, мәтінді салсаңыз болады. Егер сізде сілтеме болатын болса, сілтемеңіз осында келтіріп қоясыз. Және де YouTube сілтемеңіз болса, оны да осы жерге келтіріп қоямыз. Біз бүгін текстпен жұмыс жасап көрейік. Яғни мына жерде бізге ұсынған текстті алып тастаймыз. Және де мысалы кез келген бір мәтінді келіп қояйық. Мен мысалы информатика пән мұғалімін, компьютердің даму тарихы деп жазайын. Ең бірінші сілтеме Википедияға кіріп кетемін. Бізге кез келген мәтін түрі керек болады. Осы жерден мысалы компьютердің құрылысы деген осыны алсам болады. Яғни копировать етемін. Және қайтадан жаңағы QuizRise сайтына барам, осы жерге вставить етіп қоямын. Яғни мына жерде ең кереметтігі, мен бұл жасанды интеллектке таң қалдым. Мұғалімдердің жұмысын былай айтқанда жеңілдетеді. Сондықтан қазір қарайсыздар. Мына жерде question type, яғни сұрақтардың түрлері. Multiple choice, яғни жаңағы тест түрінде true false, яғни білесіздер, жалған және ақиқат. Одан кейін fill in the blank, бос орындар жасап береді, соны біз толтыруымыз керек. Яғни біз мысалы біріншісімен жұмыс жасап көрейік. Осыны таңдаймыз, және мына жерде difficult level, яғни қиындығы жеңіл, орташа және жоғары. Біз орташамен жұмыс жасап көрейік. Және де question count, бұл жерде қанша сұрақ сізге жасап беру керек. Мысалы біз 5 дейік. Одан кейін барлығын сіз және мәтініңіздің бәрін таңдап болған соң generate quiz дегенге басасыз. Сонда ол осындай арнайы өзінің жаңағы ойланады, мәтінді зерттейді, және де сізге мәтін бойынша дайын тест сұрақтарын дайындап береді. Яғни сіз мұнан бәрін сразу копировать етіп алмайсыз, қарап шығасыз. Мысалы, жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғы орналасады, сұрақтарының show answer десеңіз, сізге ол дұрыс жауаптарын мұнда көрсетіп қойған, соны көрсетеді. Мысалы, жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғы орналасады, процессор, пернет тақта сыртында, тентур сыртында, монитор сыртында өстіп, яғни өзіңіз кішігірім анализ жасап аласыз.
Содан кейін барып өзіңіздің сабағыңызға қолдана берсеңіз болады. Және де бұны сіз жіберу үшін share дегенге басасыз. Одан кейін өзіңіздің мысалы веб-сайтыңыз болса, соның ішіне орналастырып қойсаңыз болады. Және оқушыларыңызға жіберем десеңіз, сілтеме арқылы оны жіберсеңіз болады. Немесе астында тұрады міне PDF форматында, Word форматында, текст форматында, және де соңғысы бізге керек емес. Мысалы PDF деп жүктеп көрейік міне. Лезде бізге PDF форматтағы біздің тест сұрақтарымызды шығарып береді. Мына жерде бірақ Word көрейік. PDF нұсқасында қазір ғана мысалы зерттедік, PDF нұсқасында кішкене шрифт сәйкес келмейді, ал Word нұсқасында біздің 5 сұрақтан құралатын тестіміз былай айтқанда шыға келді. Назарларыңызға рахмет. Осы платформаны сабақтарыңызда қолданыңыздар.